Сәлем достар, бүгін сіздермен французша ет дайындайтын боламыз. Картошкамызды кесеміз, жұқа етіп. Формамызды майлаймыз, оның үстіне картошкамызды орналастырамыз. Енді картошкамыздың үстіне қаймақ немесе майонез жағамыз. Оның үстіне тартылған ет саламыз. Мен етке жуа және бұрыш тұз қостым. Етіміздің үстіне тағы да қаймақ немесе майонез жағатын боламыз. Тағы да картошка. Осылай кезегімен жасайтын боламыз. Ал енді қызанағымызды салып, духовкада 1 сағат пісіретін боламыз. Тамағымыз піскеннен кейін оның үстіне сыр салып, тағы да 15 минут қоятын боламыз. Біздің өте дәмді француздық етіміз дайын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.